Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз сіздерге таңғы асқа панкейки пісіретін боламыз. Менің видеомды соңына дейін қарап, комментарий, лайк жазуды ұмытпаңыздар. Осындай керемет панкейки дайындаймыз. Бетіне әсемдеп, шоколад пен орех қосатын боламыз. Бізге керегі сүт, ұн, жұмыртқа, және де қант, сұйық май және қопсытқыш керек, және де біздің сәндік үшін бетіне себетін мінекей дәндеріміз және шоколадымыз, содан кейін балымыз керек, бал керек. Ең алдымен жұмыртқамыздың саламыз, оның үстіне қантымызды саламыз және де екеуін жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай араластырыңыздар. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей араласып болды. Енді біз сүтімізді құямыз. Және сүтімізді араластырамыз. Одан кейін мына сұйық майымызды қосып жібереміз. Араластырамыз. Енді біз ұнымызды қосамыз. Ұнымызды қосып, одан кейін оның үстіне қопсытқышымызды қосамыз. Енді жақсылап бұны араластырамыз. Жақсылап бұны ұнымызды қопсытқыш екеуін қосқаннан кейін жақсылап араластырып шығамыз. Венчиктің көмегінен кейін біз ары қарай лопаткамен немесе қасықпен араластыруымызға да болады. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып жатырмыз. Ұнның комочки қалмау керек. Бір келкі болғанша араластырамыз. Осындай болып шығу керек. Қызып тұрған сковородкамызға панкейкімізді құямыз. Осындай көпіршіктер шығу керек. Содан кейін келесі бетін ауыстырамыз. Келесі бетін ауыстырамыз. Піскенін күтеміз. Енді бұл келесі беті тезірек піседі, бірінші бетінен қарағанда. Болды, келесі панкейкті қоямыз.